Жамбыл облысы Шу ауданы. Саламатсыздар ма, оқушылар? Сабақтың тақырыбы жеке қорғану құралдары. Сабақтың мақсаты теріні қорғаудың жеке құралдары мен арнайы қорғаныс киімдерінің маңызымен таныстыру. Арнайы қорғаныс киімін қолданудың практикалық дағдысын дамыту. Оқушылар нені білуі тиіс? Қолда бар теріні қорғау құралдарын, олардың қорғаныс қасиеттерін, арттыру тәсілдерін, теріні қорғаудың жеке құралдарын пайдалану ережелерін білуі тиіс. Оқушылар нені үйренуі тиіс? Қолданылуына қарай арнайы қорғаныс киімдерін, L1 жеңіл қорғаныс киімі, қорғаныстық сүзгілеуші киім, жалпы әскери қорғаныс жиынтығы пайдалануды үйренуі тиіс. Әскерлері қазіргі таңда қолданатын газ тұмылдырықтардың жаңа түрі Чехия Республикасына жасалынған. Мынау бак не үшін арналған? Бұл құты әскери қызметші іс-қимыл жасап отырып, суды немесе сұйық сусаған кезде суды мына жерінде Газ тұмылдырығын ашпай-ақ ше береді. Газ тұмылдырықты шешпей, мына жерінде өзінің кранчигі бар, кранчигінен алып көтеріп су ше беруге болады. Қазір су ішіп жатсың ба? Бұның тағы бір ерекшелігі, жеке құрам атыс қаруын қолданған кезде коробканы солақай, олақай болып бөлінеді. Солақай болса өзіне оң жағына немесе сол жағына киімді ыңғайлы қылып өзіне келтіріп ала алады. Саратога деп аталынады. Жеке құрамды қорғау. Бұрынғы резеңке плащтарды ауыстырған ғой осында бұл, Бұрынғы резеңке плащтардың орнынан келген. Бұның ерекшелігі кәдімгі жеңіл, қолдануға оңай. Сонда бұл мата қорғап тұрма сонда химиялық олардан? Матаның ішінде көміртегі мен қапталынған не бар? Пропитка жасалынған арнайы текстиль бар. Содан жауынгерлік залалсызданған улы заттарды бұдан өткізбейді. Мінеке, көрдіңіздер ме? Қорғаныс өнеркәсібіндегі осы текстиль қалай дамыған. Яғни кезіндегі резеңкелерді міне осындай матамен ғана айырбастап тастаған. Енді біз одан ары қарай жаңағы саперлердің қолданатын заттармен танысайық. Жалпы көріп тұрсыздар, мінекей күннің ыстығына қарамастан бізге өздерінің қаруларын таныстыруға дайын. Жалпы мынау аяғыңыздағы қорғаныс құралы мина шынайы жарылған жағдайда қорғай ала ма? Қорғай алады. Астында конусообразный титановый элемент бар, металл. Сол жарылған кезде сыртқа қарай шашыратып, аяқты аман алып қалуға жасалған құрал. Ал мынау мина іздегіш құралдарыңыз көруге бола ма? Мынаның тиімділігі қаншалықты жоғары? Мина іздегіш құрал бұл жаяу әскерге қарсы минаны іздеуге арналған құрал. Жердің астына 20 сантиметрге дейін іздейді. Жердің бетіне, жердің ішіне орнатылған миналарды іздеуге арналған құрал. Кез келген металды сигнал бере ме? Тапқан кезде. Металға сигнал береді. Мысалы алтын жоғалтып алсақ тауып алуға бола ма? Алтын емес, металл. Металға, темір ғана, Сапер жабдығының жалпы салмағы 32 келі, Украинада жасалған. Майданда талай рет сыналған дейді офицерлер. Арнайы жасақ қолданысындағы сауыт саймандар заман талабына сай жаңартылып тұруы тиіс. Сол үшін білікті мамандар тобы сараптама жасап, импорттық қарудың үздік үлгілерін сатып алуға тапсырыс береді. Үйге тапсырма. Қандай арнайы қорғаныс киімдерін білесіңдер? Тыныс алу мүшелеріне арналған жеке қорғану құралдары не үшін қажет? Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.